Мектеп бұл біздің армандарымыз. Қоғамда өмір сүруді үйрететін жан дүниеміз, жаңа білім мен достарға толығатын әлем. Менің жүрегімдегі мектеп бұл бақытты күндердің, алғашқы жеңістер мен қуаныштың, сүйіспеншілік пен жақсылыққа ұмтылудың естелігі. Мен осы қабырғалардың ішіне кіргенде өзімді үйдегідей сезінем. Бұл біздің кішкентай отанымыз. Мектеп жай ғана ғимарат емес, ол оқу мен даму ырғағымен соғатын жүрек. Әр сабақ жаңа оқиға, әр оқушы жаңа кейіпкер. Мен олардан болашақты көрем, олардың өсіп өркендеуінің, үйренгенін көрем. Мен үшін мектебім тек екінші үйім ғана емес, тұлғаны дамыту көзі. Сонымен бірге шабыт беретін өмірімнің мәні болды. Мұнда мен өз білімімді бөлісе алам. Оқушыларымды жаңа жаңалықтарға шабыттандыра аламын. Мектепте оқушыларымның күн сайын қалай дамып жатқанын, қандай жетістікке жеткенін көретін қуаныш бақшасы болды. Оқушыларым мектеп бітіріп, ересектер әлеміне аттанса да, әрбір сәттері мен даралық қасиеттері менің есімде қала бермек. Ал жыл сайын жаңа оқушылармен танысқанда, жаңа күш алатын бүгінім мен болашағым екенін байқадым. Әр оқушы жеке тұлға. Сол тұлғаның көшбасшылық қасиетін арттыратын да мұғалім екенін түсіндім. Әрбір сабақ, әр үзіліс, әрбір мектеп мерекесі, осының бәрі біздің өміріміздің бір бөлігіне айналды. Болашағымызды қалыптастырды. Оқушыға тек сабақ беріп қана қоймай, олардан адами қасиеттерді, тазалықты, шынайылықты, нағыз адам болуды үйренесің. Міне, біз батыл, адал, әділ болуға үйрететін жер. Балалар бізге үлгі өнеге болатын өмірлік тәлімгер де, дос та болады. Мұғалімнің әр күні оқушының үлкен істерді бастауға, шабыттандыратын, қолдау көрсететін мүмкіндікке толы. Мен мұғалім болғанымды мақтан тұтам. Оқушыларымның сабақтан алған әсеріне, алға басқан әрбір қадамына қуанамын. Әрбір айтқан сөзім жаңа есіктерді ашудың кілті болатынын білемін. Бүгінгі оқушылар цифрлық дәуірдің ұрпақтары, ғаламтор арқылы виртуалды әлемнің барлық сырларын білетін, әлеуметтік желілер мен гаджеттерде жұмыс жасауды меңгерген балаларды жай сабақпен таңғалдыру мүмкін емес. Оларды қызықтырып оқыту үшін әдістемелік шеберханаңды заманауи үлгіде дамытуың қажет. Сонда ғана сенің даусың барлық шәкірттерінің құлағына жетіп, жүрегінен орын аласың. Білімнің арқасында оқушыларды биікке ұшыраласың. Олимпиадалар мен байқаулардың, фестивальдердің төрінде жеңіспен тұрған бейнесін көресің. Оқушымның жетістігі мұғалім еңбегінің нәтижесі. Ұстаз жетістігі мектеп мәртебесі. Әрбір жетістікке қол жеткізген сайын менің ұжымдастарым, әріптестер маған әрдайым қолдау көрсетті. Біз біргеміз. Рахмет. Мектебім рейтинг бойынша Қазақстандағы 100 үздік мектептің қатарына кіреді. Менің мектебім, менің мақтанышым. Жүрегімдегі мектеп бұл әр жаңа күнге жалғасатын шексіз тарих. Мектеп біздің екінші отбасымыз. Онда біз өзіміздің қауіпсіз екенімізді сезінеміз. Мектеп болашағымызды қалыптастыратын, қоғамда өмір сүруді, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды, проблемаларды шешуді және қиындықтарды жеңуді, дарындылығымызды дамытатын орын. Жұмыс барысында мобильді мұғалім ретінде өзгеге үйрету арқылы өзімнің үйренуіме мүмкіндік алдым. Үздіксіз педагогтерге іс тәжірибеммен бөлістім. Нәтижесінде мектебімнің барлық жұмыстарымды жинақтап, авторлық бағдарлама, әдістемелік ұсынымдама, әдістемелік нұсқаулықтар жазуға ықпалы зор болды. Менің мектебім болашаққа бірге көпір салатын, бір-бірімізден білім алып, өнерімізді шыңдайтын мекен. Бүгінгі таңда шәкірттерімнің ортасында болу мүмкіндігіне ризамын.
балалардан жаңа оқиғаларды және жаңа жетістіктерді күтемін. Менің жүрегімдегі мектеп жарқын болашақты бірге жасайтын құтты мекен. Мектеп әр қашан жүректеріңізде болып, өмір бойы шабыт пен шаттыққа бөленіп жүре берсін.